Сәлем баршаға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалуы өте оңай творожный пирог дайындайтын боламыз. Алдымен видеоны көрмес бұрын арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше кеттік бастаймыз. Алдымен ұнымызға 1 шай қасық разрыхлителімізді саламыз. Үстінен қантымызды салып, барлығын қасықпен жақсылап араластырып алатын боламыз. Дайын болған массамыздың үстінен сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен барлығын біркелкі етіп, үгітіп алатын боламыз. Міне бізде дәл осындай масса пайда болады. Енді осы массамыздың үстінен бір жұмыртқамызды жарып алып, оны да толығымен араластыратын боламыз. Қамыр етіп елемейміз, дәл осылай араластырып, түйіршікті масса етіп қоятын боламыз. Жұмыртқамыз толықтай араластырдық. Осындай масса пайда болады. Енді кезекте біз начинкасын дайындаймыз. Творогымыздың үстінен бір жұмыртқамызды саламыз, және де қантымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Біздің массамыз дайын. Қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз, дәл осылай, және де формаларымызға жайғастыратын боламыз. Теңде 2-ге бөліп алған қамырымызды осыған жартысын салып, дәл осылай жайғастырып шығатын боламыз. Дәл осылай үстінен басып, біркелкі етіп, толығымен жайып шығамыз. Үстінен начинкамызды саламыз. Начинкамыздың барлығын толығымен салып аламыз, және де оны да барлық шетіне біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Начинканы толығымен жағып алдым. Енді қамырымның қалған бөлігін бетінен дәл осылай салып шығатын боламыз. Қамырларды дәл осылай барлығын салып бітірдім. Енді үстінен кішкене басып, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламын. Осымен біздің творожный пирогымыз дайын. Пирогты бөлме температурасында суытып барып кесіңіздер, сонда әдемі болып кесіледі. Кешкі уақытта істеп, ертесіне таңертең кесетін болсаңыздар, өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Видео сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамын. Дәл осы рецептпен сізде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Ең бастысы бір жасағаннан-ақ дәл осылай әдемі болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация басып тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет.